Telefonға айта беріңіз. Мына қалайген қалсы ішіп жүрген екен, Құдайға шүкір, қазір жақсымын. Менің жасым Орынгүл атым. Мен қазір 69 жастамын, әлі 70-ге барғаным жоқ. Осы ішінде мен үлкені шығар бәрінен. Соны ішкеннен кейін енді жақсырақ болды. Бет аузымдағы нелерім кетіп жатыр. Құдайға шүкір. Аяғымам жақсырақ болды, бұрынғыдай емеспін. Денсаулығым жақсы. Қазір өзім жұмыс істеймін сонда да. Магазинде жұмыс істеймін, тоқтамай. Күнде жұмыс істейміз, құр ғана понедельник дем аламыз. Сонда да жұмыс істегім келеді, мынаны ішкеннен кейін әрі бері жақсырақ болып қалды. Аяғыңыздағы өзгеріс айтыңыз. Аяғымдағы өзгерістер ана сүйек бар еді, сүйек қазір өзінің өзі қусырылып, мынандай не болып, кішірейіп қалды. Бұрын қатты еді, мынандай томпайып өсіп тұрған тұмалақ еді. Мына үлкен тырнақтың несінен дәу еді. Қазір енді кішкентай болып қалды. Сондай не болып жатыр дегенде. Өзіне өзі әстеннен кетіп жатыр. Үстіндегі терілер бір қабат терісі түсіп қалды. Ана қаттысы түсті, енді жақсырақ. Аяғымды жақсырақ басып жүрмін. Бұрынғыдан көрді. Енді жақсымын, Құдайға шүкір. Керемет әді, иә. Қалай ішкеніңізге, қалсы ішкеніңізге ризасыз ғой? Ризамын, Құдайға шүкір. Енді 2 ай ғана іштім, қалайген капсулды. 4-еуін бітірдім уже. Күшті қыздар, иә?